Ақ сәлем, аймаңда ел, абыз жұрт күлдерайды, көріңіздер. Күн мен түннің кезектесетіне ұқсас өмірде барлық нәрсе уақытша. Ештемеде мәңгілік емес деп жатамыз. Ал әлемді алақаны мен әлдилеген ақ самайлы аналардың ақ ұлпа мейіріне қанған, күллі ұлт-ұлыстың бәрі де ақылы асқан дәнішпандарын мақтан тұтқанда, анасын алады алдымен ауызға. Бұл мәңгілік. Ұрпақ жаңарған сайын жаңғырады. Ендеше сол аналарымыздың, жалпы нәзік жандылардың анасын ақ алғысты еткен күннен басталатын тектіліктің үлгісіндей терең мәнді аталулары туралы сөз қозғамақпыз. Өзіңді тану үшін өзгенің пікіріне құлақ түрген артық емес. Хабардың толығына ден қоя беріңіздер. Хош келдіңіздер, әңгімемізді жайлап бастай отырайық. Біріміз білсек, біріміз біле бермейтін осы атаулар, сосын лауазымдар хақында ой тұңғиығының терең түкпірінде қайнап шыққан тас бұлақтай таңданарлық тұжырымдар айтар деп кеп қалдық аға. Дүниеде ең қажетті, адам пендесіне ең асыл, ең мықты, ең сүйеу болатын бір ғана нәрсе бар. Ол тіл. Мың бір түнді былай деген. Адам пендесі үш қараңғылықта жаратылды деді. Мұны мен тым ертеде оқыдым. Мың бір түн деген анау 6-шы ғасырдың шаруасы. Кейін мұны біз медицина кітаптарын оқыдық. Кейбір мәзін физиология кітаптарын оқыдық. Ана кітап, мына кітап бәрін оқыдық қой. Өйткені кітап оқу тек әдеби кітапты оқумен жетілмейсің, ол бекер сөз. Жалғыз әдебиет жетілдірмейді. Ана кітаптың бәрін оқуың керек. Өйткені бірін-бір дәлелдеп емес. Сонда осы медицина жаңағы ем-тану ғылымында айтты, бұл үш қараңғылықта жерде, мәселен, құрсақ, жатыр, онан соң бала жолдас. Үшеуінің ортасынан шығады деп отыр ғой. Мен де білдің бе? Құрсақ дейміз, бір әйелден баласын сұрау үшін неше құрсақ көтердіңіз деп сұрайды. Ал еркектен өйстіп сұрауға келмейді. Неше бала болдыңыз дейді. Міне, бұл да тілдің парқы. Білдің бе? Ал енді осы бала, мәселен, 2 айдың айласында уақытта, 3 айға дейінгі айласында уақытта, хайуанат дүниесінде адамдар, маймылың, ана-пананың барлығы бір деп тұрады екен. Бәрі мына бақаның бір құрт сияқты емес ба, бүйтіп тұратын. Дәл осы оқылған кезде, ол кезде мынау адам ба, жоқ маймыл ба, ана жоқ басқа хайуанат ба, тайыра алмайды екенсің. Осыдан бері қарай айырылады. Тап осы бері қарай айырылған жерін біздің қазақта мерзет жағы дейді. Баланың мерзет жағы дейді. Тағы да бала әбден жанданып бұл кемеліне келіп туылуға бет алған кезде оны мезет жағы дейді. Міне, сол мезет жағынан кейін бала туылады. Туылғаннан кейін мұны сәби дейміз. Сәби десең, бұл жерде тағы мәселе бар. Ұлды сәби дейміз де, қызды сәбия дейміз. Бұл екеуінде де парық бар. Бұл қандай наным сенімге орай айтылған сіздерше? Мәселен, бұл енді мынау араб жағынан келген дүние. Сәби мен сәбия деген. Өйткені, мәселен, қайтыс болған адамды марқұм дейді. Еркекті марқұм дейді, әйелді марқұма дейді. Ол да араптан келген сөз. Міне. Сонда осыдан кейін бала туылды сәби дедік. Ал енді бопа, бөпөш дегендер бар. Бөпөш, бөпе деген қыз балалардағы, бопа деген ұл бала. Бәрін қосып, екеуін қосып, ортадан бөбек деп қойды. Міне осыдан бері тағы да бері өліп, және өлкөй бересейе бірсе. Оның жеткіншек дейміз. Жеткіншек. Онау өрен дейміз анан. Өрен ұлдар жағында тұрды, жеткіншек қыздар жағында тұр. Тағы да содан өрліп енді қыз мәсін 15-16-ға, 14-15-16-ға келгенде, оны сәулім дейміз. Ұлды бозбала дейді. Ал қызды сәулім деу, осы күндегі сәулім деген сөздің бұрын ескі нұсқасы. Ана, ол 17-ге дейін сәулім дейді, оның бойжеткен қыз дейді. Сонда жаңа сәулім, неге ол бұрын көне нұсқа дейміз? Оның себебі біздің тілімізде бұрын е әрпі мен ж әрпінің мәртебесі болмаған. Анан бойжеткен, енді бойжеткен болады. Бойжеткен болса, оны қызды бозжігіт дейміз. Бозжігіт, бозайшағы дейді ғой. Өзің құтырып жүрген бозайшағы, бозжігіт жағы дейміз. Егер осыдан кейін үйленіп кетсе екеуі, онда ерлі байды дейсің. Күйеуі, әйелі, қатыны, жұбайы, байы, бәрі, отағасы, оның бәрі бұл қазақтың өз тілдері, бұның ешқайсысын қашуға болмайды. Егер ода үйленбей жүрмесе, мәселен, 30-ға дейін жүрмесе, онда ана ұлды бойдақ дейді. Сері бойдақ дейді. Қызды қайдақ дейді. Ал бұл не айтып отыр?
қазақтың өзінде нәрсесінде бар. Қатыны жоқ бойдақ, қазаны жоқ қайдақ деген сөз бар бізде. Ана үйлі баранды болмаған, үйі жоқты, қазаны жоқ деп отыр ғой. Қазаны жоқ қайдақ деп отыр. Қазір қатын деген бір сөз бар. Қазір бұдан қашып бұл болмайды деді. Бұл баяғы боқты қосақ қалды қазір өзі. Қатын айтпайды деді. Бұл үлкен қате. Менің шығармаларым бәрін төсе қатын деп жүреді. Әйел деп те жүргізесің. Ұрғашы жасап айтуға барады мәселен. Ол сөйлемнің ішінде кез келген жері, сөйлемнің өз сүйкімділігі болады. Бірбен тарып тұрған, сонымен келтіресің. Ал осы қатын деген сөз бізге қайдан келді мәселен? Оны зарға тегінтектеп, сонан соң жиіркенуіміз керек одан. Ол Жаңераның 5522 жылы Буымын деген қаған болған. Буымын қан болатын, кейін елін білдіге қағанмын деді. Қағанмын дегенде сол жағына отырғызып қойған бәйбішесін мынау хатун депті. Хатун деген сөз император әйел деген сөз екен. Қазақша одан баса билеуші. Ал ана арабша одан ол сұлтан. Сұлтан да билеуші. Сонда Буымынның бәйбішесі ғана хатун болғанда басқалардың хатун деген рұқсат етілмейді. Егер ана уәзірлер хатун деген болса, дереу жаза тартылады. Сенің хатын емес, менікі ғана хатын деп тұр анау. Білдің бе? Ал сөйте кеп бұл біртілеп жайылды ғой. Біртілеп жайылды ары қарай келді. Қарақандар дәуіріне келген кезде уәзірді хатун дейтін болды. Сонда қарақандардың оқу дәрежесі хатун, тәркін қатын, қонши қатын деп дізді. Егер қан мен уәзір кеңесті десе, қан мен қатын кеңесті дей салды. Осы қасиеттердің чын мұрагері бола алдық па біздер? Көңіліміздегі, көкейіміздегі орны қаншалықты айшықты? Сөзді дұрыс орнымен қолдану үшін алдымен сөздікке жүгінуіміз керек. Менің ойымда сөздік десе біз қазақша сөздік, қазақша ұйғырша немесе қазақша еңгілше сөздікті ғана ойлаймыз да. Жоқ, олай емес. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі бар. Қазақша сөздің қазақша түсіндірілуі. Ғылыми негізде шешіп беретін өзі қазақша үлкен сөздік бар. Мысалы, Қазақстандағы қазақ сөйтен энциклопедиясы, қазақ тілінің түсіндірме сөздігі деген 10 томдық кейін 15 томдығы шықты жақында. Осыда бар қазақтың сөздерінің барлығының мағынасы айтылған, берілген. Ал соны біз кітапты ғылыми түрде сөз үйренейік деп кітап ашпаймыз. Көбінде қолданымға түсіп жүрген аз сөзді айландырамыз да, ауыз екі тілден тілге айта берсе болады деп жай қараймыз. Міне осы ғылымға жүгінбеген жерде жаңағы ағаттықтың бәрі толады. Әуелі зиялыларымыздың өзі, қаламгерлеріміздің өзі алдыменен жаңағы сөздердің шұбарлануына, сөздердің қате қолданылуына, ауысай мағынада кетуіне біз өзімізден мұрындық болып отырмыз десек болады. Иә, енді бізге сол оқушылар келіп жатады, біз оқушыларға сабақ оқытамыз деп оқытып жатырмыз, адам тәрбиелеп жатырмыз дейміз ғой. Оқыту бір басқа, тәрбиелеу бір басқа ғой. Мысалы, білім ғана беру емес, адам тәрбиелеуіміз керек. Мысалы, мен сияқты қыруар оқытушылар алдымен білімді ғана беремін, сабақты өтейін деп сол формаға түсіп алып келмеу керек оқушының алдына. Мейлі қандай бір адам келсе, бір шәкірт алдыға келетін болса, шынайы ұстаздыққа жақындауымыз керек. Шамамыздың келсінше. Адам тәрбиелеуіміз керек. Сол кітаптағы оқулықтағы жазылымнан сырт оларға арнаулы өзі, былайша айтқанда өзі тереңдей ғылыми білім, шынайы білім беруіміз керек. Ол үшін жаңағы сөздік қордың тапшы болуы, қолданымға түскен сөздердің қате болуы, немесе жаңағы атаулардың дұрыс аталмай жүруі, тіпті киім кешек, адамның аталуынан тартып киім кешек, әдеттегі іс-әрекетімізге дейін түгел қателіктер орын таппаған сөздеріміз төтенше көп. Орын тапса ойнамайтын сөз жоқ. Орын табылмағаннан кейін сөз қолдануымыз, дұрыс сөйлеудің өзіне де біз бірінсе жете алмай отырмыз. Міне бұл біздің әдебиетімізге де, мәдениетімізге де, болашақтағы мысалы ұлттық өнеріміз, ділімізге де түгел ықпал етіп жатқан осы. Алдымен сөз үйренбей тұрып, оның мағынасын білмей тұрып, келсе келмес қолдана беретін жағдайларымыз көп болып отыр. Содан барып, осылай екен ғой деп кейінгі ұрпақ әуелі басқа тілде оқып жатқан балалар сол қалпы қабылдайды. Мысалы, мама десе мама деп қабылдап кетті. Мысалы, бізде шеше дейтін әзір қанша бала бар. Шеше деп айтпайды, мама дейді, мысалы, баба дейді. Осының барлығы да мысалы біздің отбасындағы және аналардың, одан кейін аналардың қолынан мектепке барғаннан кейінгі мұғалімдардың міндеті. Осы қата сөйлеуге апарған өзіміз деп ойлаймын. Енді мама деген сөз ғой бізде жоқ сөз енді ол енді бар ғой. Бұл өзі
дүниежүзінде ең кең жайылған сөз. Осы кем болса бір 100 тілде, 1000 тілде бар болуы мүмкін мама деген сөз. Неге десең бар ғой. Бұл мама деген сөз тым ескі сөз. Бұны былай айтуға болады. Ана тіл деген бар, ана тілді бәрі біледі. Ата тіл деген білмейді екен. Ата тіл деген тіл бар. Ата тіл деген сол жаңа мама деген сол ата тілдің құрамына жататын тілдер. Ол жаңа 1000 тілдің ішінде жүрген болуы мүмкін. Ол өйткені өзі қайдан шықты мәселен? Мама деген сөз басқа ешқайдан шыққан жоқ. Ол дыбыстық нәрседен шыққан. Емшіге ме дейміз бе? Мә деген, содан мама деген сөз шығып кеткен. Бұл арғы тіл. Бұл бар ғой, ұқсаттал тіл деген сөз. Ұқсаттал сөздің шығып тіл, оны басқа арнау қойылған ат емес. Сондықтан бұл көп елге жайылып кетті мәселе. Бірінші алған қыздай алған әйелді алғыншық дейді. Осыны ондомдық алғыншы деп қате басты. Алғыншы деген ол жау деп атады алғыншы деп. Жаңағыша алғыншы дейді. Анау алғыншы емес алғыншық. Ал енді содан кейін бұл оның сөз және бір әйел алса. Онда жаңағы алғыншыға бәйбіше дейді, анан тоқал дейді. Үшінші әйелді ақ қолтық дейді. Онан 400 ара бірақ ақ қолтық дейді. Енді осы ақ қолтық деп неге айтып отыр оны? Ол ақ деген сөздің біздің тілімізде 40-30 мағынасы бар. Оның ең басты бір мағынасы жоқ деген сөз. Ана ақ қолтық деп отырған өтірік қолтықтаған деген сөз. Қолтығы жоқ деген сөз ғой. Ақ қолтығы жоқ деп отырған. Міне, бұл енді сөздің шығу мәселесі. Сөз қалай шығып тұр, қалай жасалды деген мәселе кіріп жатады. Енді тәте деген сөз дедік. Бұл тәте деген сөз, бұл біздің ежелгі ескі сөзі болатын. Бұл орысқа кірді. Орыс тетия дейді олар. Тетия деген сөз бар орыста. Біздің тәтеден барған сөз. Енді тәте деген менің ең үлкен ақсақалым пірім деген сөз. Арғы тегі. Өйткені мұқтарлар Жамбыл тірі кезінде Жамбыл тәте дейді. Қазақтың қасиетті сөздігінен алфавит бойынша алдымен ауызға ілінетін ардақты әже есімі көп аталмауына не себеп? Әже ол қартайған адам ғой. Қартайған адам болғанда, мәселен, енді мына немересінің шешесі ғой бияқ. Баласының баласы айтады әже деп. Енді баласы әже демейді оны, апа дейді оны. Енді баласының баласы әже дейді оны. Өйткені ұлы шешем деген сөз ғой. Ұлы шешем, үлкен шешем деген сөз ол. Содан келіп тұрған сөздер. Әжеден біз енді бүтін отбасы немесе жаңағы үлкен бір шаңырақ әулет, сол әженің алақанынан тарап жатады ғой. Мен ойлаймын, әже деген сөздің қолданылымнан қалып бара жатқандығы, немесе көп айтылмай бара жатқандығы, мына іргенің бөлінуінен болған болуы мүмкін. Отау шығып кетіп, қоғамның дамуына байланысты, немесе енді көп қалаласып кеткендіктен жаңағы әженің бауырынан алыстап бөлініп шыққан отаулардан одан ара қатынастың біршама алысырақ болуынан, бір үйде болмағаннан кейін, әженің бауырында болмағаннан кейін, әжеге деген сүйіспеншілік немесе сағыныш, әжесін тану, білу, әжесіз әулетте үлкен бір жылылықтың, кісіліктің барлығының бола бермейтіндігін біртіндеп түсінбей кішкене суынып бара жатқан шығар, ұрпақтар алыстағаннан кейін. Апа деген сөз бар. Мына Қазақстан жағында әпекесін апа дейді. Бұл енді Семей жағында жүрген сөз. Қазақстан бәрі апа деп тұрған жоқ. Семей жағында сондай апа деген сөз бар. Өйткені кітаптардан тағы бір демесін біз көріп отырамыз. Мына дұрыстап айтады екен ғой деп. Ол содан шыққан сөз. Ал енді қыз деген сөз қайдан келіп тұр? Махмұд Қашқарida қызды 2-3 мағынамен шешкен. Өте қымбат. Сараң, сыған дегендегі сараң. Құрметті деген 3 мағынамен шешкен. Сонда қымбат деп шешкен ғой бұны, қымбат. Мәселен, сонда әйелдердің ең бір қымбат аяулы шағы деген сөз ол. Қадым замандардан бабаларымыз ақиқат дүниеден, табиғи ортадан әртүрлі ақпарат алып, оны өңдеп, қолданып, дамытып, бізге тарытып отыр дейсіз ғой сонда? Ғылым, білім деген дүние ол қолға ұстатпайды ғой. Мүмкін емес, мысалы біздің жаңегідей үлкен орнықтылық болмаса, сонда біздің қыз балалардың көбінде
ұл балалар білетін әлемдік дүниелерге, мысалы әлемдік спорт жағдайы, немесе экономиканың дамуы, сауда, қоғам, қойшы адамзат мәдениетінің тұтасымен дамуына ұл балалардай, ерлердей үлкен ұлағатпен қарайтын үлкен негіз қалыптастыра алмай қалады екенбіз. Ол неден дегенде, жаңегіндей көбінде ұсақ түсек нәрселерге уақытымызды кетіріп аламыз. Әз дейді ғой, ғазез деген сөз білесіз бе? Ғазез деген сөзден өзгеріп келген сөз. Ғазез деген әбден біле қояды ел, қымбат деп, соны қысқарып барып әз деген сөз жасап шыққан. Әз ана дейсің, ол енді сол бір ауылдағы, ол біреудің ғана анасы емес, ол көп адам ана болып кеткен кісі. Бірақ біз ауылдың ұйытқысына айналған адам. Ақсақалдан ажа дейді. Ол ажа дейді дағы, соған бүкіл ауылдың, ол ақсақалдан ба, бүкіл ауылдың өз ақыл-есін соған береді. Ажа мен әжеге беріп отыр ғой, екеуін әз-анаға беріп отыр. Енді қаныша дейсің, ол қаныша деген ол қанның қызы деген сөз ғой. Қаным дейсің, қанның әйелі ол. Мәселен, азамат деген сөз бар, азаматша деген сөз бар. Азаматша әйелді азаматша дейміз. Ча жұрнағы дек кішіреуден атқармайды. Ол өзі басқана бір түрді ғана белгілеп тұр. Мәселен, ұл балдызың сен балдыз дейсің де, қыз балдызың балдызша дейді. Ұл бала құданы құда дейсің де, қыз құданы құдаша дейсің. Қайдан шығып тұр? Ча-чиелер түгел шығып тұрмайын ба? Анау да соған келіп тұрған шаруалар. Абысым ажын деген сөз бар. Бір туған ағынлердің әйелдері ғой. Ұрғашы деген сөз болды. Бұл әсілі ана ғасырдың басында еркек ұрғаш деп айта береді. Бұл ұрғашы деген ол малға қаратылады. Әйел деген адамға қаратылады. Әйел деу керек деді. Кел ең ана үйге деген сөз. Келді осыдан өзгеріп барып келін деген сөз шықты. Келін үшін ене үлкен мектеп. Келін ене қандай болса, келін сондай болып шығады. Қазақтың маңдайына күн болып жарқыраған ұлағатты ұрпақ өсірген, ілкіден жалғасқан аналар лауазымының бұл күндер әр шаңырақта оңынан жиі аталмауы, көңілді шынымен құлазытып, жүректі сыздатары ол анық. Ендеше осы кем қалып жатқан тұстарды орнын тауып, оңауға болар ма? Әйелдердің, қыздардың білімі жоғарыласа, онда ұрпақтан алаңдаудың қажеті жоқ. Оған методиканың, оған пәлен түген деген сыртқы себептерді оншалықты бүтін қоғам болып атсалысып, бала тәрбиелейік деп үстіп жатамыз енді кейде. Дәл анасы мықты болып, анасы білімдар болып, дұрыс ғылыми жетектеуге жол сала алатын болса, бүтін қоғам болып, қаптап болып болған баланы қайта оңшау қиынның қиыны. Оданша жаңегіндей отбасындағы ананы тәрбиелеу. Әйелдерді білімдарлыққа жеткізуіміз керек. Сонда тілден де, ділден де басқа әрқандай нәрседен алаңдау қажеті жоқ құсап тұрады. Тілді қорғайтын әдебиет. Әдебиет жоқ, тілден айырылады, жоқ болады. Жеті әулие дегенде де біздің нанымдық дүниеміз ғой, сонда да айтады ғой, мысалы, ақыл әулие, дән әулие, қыз әулие, тұз әулие, жер әулие, ай, күн әулие деп жатады. Енді қызды жаңағы әулиелікке дейін апара алған ұлтымыз тұтас ұятымыз қыздың бетінде деп таниды екен. Ендеше біздің қыздарымыз айнаға емес, айналасына да қарау керек қой мұндайда. Кітап сөресі жоқ қаншама үйлер бар. Кітап сөресі жоқ, оқымаса да жиып қойып қоятын, соған деген танымы жоқ әйелдер көп. Өзіне қарасаң толықсып керемет дүние деген осы екен деп жүрген талай аналар бар, әйелдер бар, құрбы құрдастарымызда жеті басап, үйінде бір келіскен кітап сөресі жоқ, ғылыми орында қызмет істеп жатқан, зиялылар, пәлен жылдық, 20-30 жылдық мұғалімдардың өзінде үйінде барсан келіскен кітап сөресі жоқ, абай жоқ, мұқтары жоқ, жаңегіндей қазақтың түсіндірме сөздігі көк томдықтар жоқ үйлер бар. Қанша дейін? Содардың жаны не? Былайша айтқанда оның қанша байлық асып төгіліп жатқанмен, анау ұрпақтарына іштеме де бере алмаған семья. Біз енді өте ұлағатты жаңегіндей сақтай алу, бала тәрбиесі, бүтін адамзаттың тәрбиесі сол жаңегі ананың алақанынан. Сондықтан енді бізге сөз жоқ, ауыр борыштылығымыз бар.